Баршаңызға сәлем. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі тез салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл салатқа копченый тауық қажет болады. Тауықтың қажет емес жерлерін алып тастаймын, сүйегін, қабығын, содан кейін тек жұмсақ етін ғана ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймын. Мен тек тауықтың бір аяғын алдым, тек бір жерге ғана салуға арналған бұл салат. Егер сіздерге үлкен дастарханға 2-3 жерден салатты салу қажет болса, онда рецепті көбейтесіздер. Осы YouTube каналымда көптеген рецептері бар, және аптасына 3 рет жаңа рецепт шығарамын. Сондықтан жаңа рецепт жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін осы бейненің астында подписаться батырмасын басасыздар. Тауық етін ыдысқа саламыз, содан кейін сырды үкіштен өткіземіз. Бұл салатқа қатты сыр алғандарыңыз дұрыс, тек өздеріңізге ұнайтын дәмдісін салатқа қосыңыздар. Сол кезде салат та ерекше дәмді болып шығады. Содан кейін піскен жұмыртқаның тек ағын ғана үкіштен өткіземін. Сарысын салаттың үстін әдемілеу үшін бөлек алып қоямын. Жақсылап үкіштен өткіземіз. Мен ұсақ пышағынан өткізем. Жұмыртқаны өткізіп болғаннан кейін бірден майонезді қосып, жақсылап салатты араластырамыз. Дайын салатты шетке алып қоям. Содан кейін піскен қызылшаны да үкіштен өткіземін. Қызылша дайын, енді салатты жинаймыз. Осындай арнайы форманы қойдым, және тарелкаға ең бірінші дайындаған салатты салып, үстін аз қасықпен салаттың үстін басамыз, яғни бір келкі формада болу қажет. Содан кейін үстіне піскен, үкіштен өткізілген қызылшаны салып, қызылшаның да үстін осындай аз қасықпен бір келкі етіп басып жайып шығамыз. Кішкене тұз сеуіп жіберсеңіздер болады қызылшаның үстіне. Мен бірде майонез салдым, себебі майонездің тұзы бар. Майонезді салғаннан кейін жақсылап жағамыз осы қызылшаның үстіне. Дайын салатты жақсылап әдемілеймін. Ол үшін үкіштен жұмыртқаның сарысын өткізем. Содан кейін дайын салатты тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямын. Міне дайын салат 1 сағатқа қойып қойдым. Енді формасын аламыз. Яғни өзінің формасын ұстау үшін, салаттың дәмі шығу үшін тоңазытқышқа қойған дұрыс. Салат дайын, баршаңызға ас болсын. Егер осы салат дайындасаңыздар, комментарий бөліміне бөлісуді ұмытпаңыздар.